Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай керемет, мына қараңыздаршы, сырмен, жаңаče картоптан, еттен, бір ғана қамырдан, үйде бар заттардан керемет осындай нандар жасайтын боламыз. Ал қамырымыз жасауға кірсе, бізде осындай 150 грамм стаканмен мұздай сүт, мен холодильниктен алып, сүт мұздай болып тұр дейсіңдер. Енді сүт мұздай болғандықтан бізге бір стакан осындай 150 грамм ыстық су. Ыстық су болмаса, енді сүттеріңізді, суларыңызда жылы болса болады, енді әдемі. Енді біз қамырымыз жақсы ашу үшін, жаңа жылы болсын деп жатырық қой бәрді. Енді шай қасықпен 1,5 қасық қант саламыз. Сосын бізде дрожжіміз шай қасықпен, толтырмаңыздар, кішкене дрожж саламыз. Енді өздеріңіз бақылаңыздар, дрожждарыңыз қандай сіздерде. Енді мен осылай салдым. Бізге енді бір жұмыртқа керек. Бір жұмыртқа. Жақсылап тұрып араластырып алайық. Соус көп болып кетті, бірдеңе демеңіздер. Енді дүкеннен де жеп атасыздар ғой, бірақ көп емес. Мен азғантай салам да, сонда көбірек жол жете ұстаймын, сонда нан әдемі көтеріледі. 2 рет бассаңыздар. Енді ұн саламыз. Осы сұйықтығымыз қанша ұн сорады, сонша ұн саламыз. Ұнымыз еленген, бірақ тағы да бір елеп жүрейін, бисмилля. Ең соңында біз тұз саламыз. Шай қасықпен 1 қасық тұз жетеді. Енді бисмилля деп осыдан жұмсақ қамыр жасаймыз. Мен барлығын жасап болайын, сосын көрсетемін сіздерге. Неке қамырымыз дайын болып қалды. Біз қамырымызға ешқандай май ештеңе қосқан жоқпыз ғой. Сіздерде егерде сармай болса, осындай кішкентай сармай қосып жіберуге болады. Үлкен қасықпен 1 қасықтай. Егерде сармай болмаса, сұйық майда қоса беруге болады арасына. Мен үйдің сармай болғаннан кейін осылай сармай қосып жатырмын. Енді сармаймен бір әдемілеп тағы да бас саламыз. Неке осындай керемет қамыр дайын болды. Енді қамырымызды жылы жерге қойып көтертіп аламыз. Ал енді біз қамырымыз дайын болғанша ішіне салатын салмасын әзірлей берейік. Әзірше менде осындай ет бар үйде. Желінген ет қой, балаларға турап береміз. Содан осылай қалғасын мен тағы да оны түрлендіріп өздеріне қайтарып берейін деп жатырмын. Осындай пиязымыз бар туралғандай, қызыл бұрышымыз бар. Енді осыны мясорубкадан болмаса үппақ қып тураймыз, болмаса блендерден өткізіп, кәдімгідей үккіштен өткізгендей қып тартып аламыз. Құрметті көрермендер, енді ет піскен дозы бар деген бар ғой енді, бірақ сонда да кішкене шамалап азғантай тұз сеуіп жүрген режим естеңіздер. Сіздер салмай ақ қойыңыздар. Өйткені айтады, Ажар ханым тұз көп салады деп қарабүріш саламыз. Енді жақсап тұрып араластырамыз. Енді қолымызбен араластыруға болады, бірақ қазір жабыспақтау болып тұр, себебі құрамында кішкене май бар ғой, шамалы. Майын салдым еттің. Сосын жаңа мен ұмытып кеттім сіздерге. 1 сарымсақ сала салдым. Енді артық болмайды шығар деп. Сіздер өздеріңіз бақылаңыздар, не болмаса сарымсақ, болмаса пияз, екеуінің біреуін. Болса может сала беруге де болады шығар, ештеңе де етпейді ғой. Піскен, бұл жасап атқан тағамның арасына салмасы қай кезде болса піскен болу керек. Шикілей салуға болмайды. Даже бізде шүберек пісіріп атады ғой, қыз келіншектер шекетпен. Болмайды қыздар олай жасауға. Ішіне піскен капуста тушить етсеңіздер, онда салуға болады. Жуа, пиязды қуырып сармайға онда салуға болады. Мінеке, дайын болды. Етіміз осындай болып шықты, көрді ғой, жаңа көрермендерім. Қайта-қайта көрсетіп жатыр екен. Бізде осындай 200 грамм сыр бар. 200 грамм сырды біз қазір күштен өткізіп алайық. Енді қолда қандай сыр бар, сонымен жасай беруге болады негізі. Енді әркім әртүрлі айтады, сұлу немен жасау керек, келмейді деп, білмеймін енді. Қайсы бізге қол жетімді соны аламыз ғой. Енді сырны продукты дегенді алмаңыздар. Сыр деген жақсы, негізі әйтпесе ол өтірік болып шығады. Осы 200 грамм сырдың бәрін мен күштен өткізіп аламын. Қамырымыз 1 басық қойдым. Жарты сағатта көтеріліп шықты. Қараңыздар. Дауысы көтерілген нанды ылғи осылай көремін, мен тексеріп. Енді қамырымызды түсіріп алайық. Осы қамырды біз 4 бөлікке бөлеміз. Мен 4 қылып жасап жатырмын. Көп кетіп қалды ма? Жүп-жұмсақ болып тұрып, күшті. Жылы-жылы ішеміз. Астына су қойып қоя салғаным ғой жаңа.
осылай 4 бөлікке бөліп аламыз, бірдей. Енді осыдан кішкентай дөңгелектер жасайтын боламыз. Енді қамырымызды өте жұқа қылмай жаятын боламыз. Енді біз анау бауырсаққа жаямыз ғой, содан сәл-пәл қалыңдау болады шығармыз. Қазір білесіздер. Менде ішіне 3 түрлі салмасы тұр. Қазір көрсетемін. Осылай жетіп жатыр осы. Бізде картобымыз бар. Ана обедте тоже етпен бірге балалар жеген. Колчонка сырымыз бар, сосын жаңағы тартылған етіміз бар. Біз енді тартылған еттен бастайық. Осыны бұл екі неге жетеді деп ойлап тұрмын да, балам? Екіге жетеді. Осыны алып, неке. Бесіне де ортасына саламыз. Болады жуанда қуырып сармайға, одан да жасауға да болады. Неке, бесіне деп осыны біз қазір бүріп аламыз. Осылай неке. Мен бір видеомда болуға тиіс, осыған ұқсайтын. Бүгін енді балаларға басқа бір тамақ түрлендіріп берейін деп, осыны осылай жасап жатырмын. Неке, осылай жасап алдық. Енді кішкене ұн сеуіп жібереміз да астына. Осы қамырымызды ақырындап қолмен кішкене басып алыңыздар, тесіліп кетпесін. Осыны ақырындап енді бір пішінге келтіріп аламыз. Осы жаңағы тартылған етімізден екеу жасайық деп тұрық. Жетіп жатыр. Енді екіншісінде дәп осылай жасап аламыз. Мына ештеңе етпейді, түсіп қалады деп қорықпаңыздар. Бұлай жасап жүресіздер. Енді екіншісінде дәп осылай жасаймыз. Жұмыртқаның сарысын айырып алдық аяғынан. Енді бір ас қасық сүт қостық та жақсылап араластырып жіберейік. Сосын жаңағы нанымыздың бетіне жағып жүреміз. Көтертпей қойыңыздар. Осылай екеуінің бетіне де толықтай жағып аламыз. Басып алдық, енді кішкене саусақпен мен шамалап бетіп жай сәндік үшін басып жіберейін деп жатырмын. Енді іші піскендіктен біз қазір духовкаға бәленбай сағатқа салмаймыз. 20-25 минут бола ма, 180 градуста пісіп шыққасын, қанша минутта пісіп шыққанын айтамыз, духовкамызға салып пісіріп аламыз. Екі қамырымызды жайып алдық. Неке қалыңдығын көтетпейші, қандай екен. Қалыңдығы осындай. Жаңағы сырымызды бесіне деп, мен көп демеңіздер, білесіздер ғой, ерген кезінде еріп кетеді қатты бұл. Сондықтан да көп болмайды. Алып қаласам да бетіне сеуге. Бетіне сеуге алып қалайық, кішкене осыда. Ең жаңағыдай тоже жинап аламыз. Оп-оңай жасау енді, бірақ майл емес, жақсы жеуге балаларға болады. Духовкаға, неге де табамызға да салып жасауға болады негізі. Жұқартып, жаңағы плитамызға тоже. Біреуін жасап алды. Енді екінші бізде картобымыз. Картоп тұздалып, бұрышталып, дайын. Мана үстіне ет қуырып салып солай жегенбіз. Енді қалып бара жатқасын аяп жатырмын, енді текке қалмасын, осылай жеп қояр мүмкін қазір деп салып жатырмын. Енді үстіне ойлап тұрмын мен, азғантай ғана мүмкін шамалап сармайда қосып жіберейінші. Дәмі әдем болсын, одан да әдем болсын. Бірақ негізі салғам, сүт араластырып сармай салғам негізі. Мен балаларым шамалы мықта қоймайды. Сондықтан да жетіп қалмаған бола ма? Осылай етіп алдық. Енді қолымды қазір жабыспай қалып жүр. Кішкене қолымна қамырға етіп жүрейін. Енді осында бүйтіп жинап ала қояйық. Өйстіп. Енді бұған ешқандай өнердің қажеті жоқ. Бір орынға осылай бүріп алсаңыздар, сосын ары қарай бүйтіп қыса саласыздар да, арт жағын артқа қаратып осылай қазір екеуін де жаңағыдай жайып алатын боламыз. Картопымызды бесіне деп жаңа біреуін салып қойдық. Оған дейін ысып, мына жер жинағанша пісіп та қалады. Осылай
өте дәмді болады, құрметті көрермендер. Кәдімгі үйде нан ашытасыздар ғой, содан пицца да жасап жүруге болады. Осыны арасына бірдеңе салып, өйстіп духовкаға да салуға болады. Болды. Осы екі тағы дөңгелек нанымыз шықты. Егер де сырдың дәмі жоғау дейтін болсаңыздар, сырды чөркөден өткізіп болғасын нанның арасын салған кезде кішкентай тұз шеуіп жіберуге болады. Енді әркімнің өзінің несіне байланысты, ащы тұщы жеуіне байланысты. Ал енді мен осы сырға кішкентай тұз салдым, не болса болсын, ішіне салмасам да сыртына кетсін деп. Енді бесіна деп осыны жаңағы үстіне салайық, нанымыздың үстіне осылай. Но болмаса енді міндетті емес. Балам, солай ғой? Болмаса міндетті емес. Мен жай кішкене түрі әдемі болсын деп салып жатырмын. Осылай енді ана бір несі піскенше осылай бетіне сеуіп жинап мына жер піседі ғой оған дейін. Осылай. Мына картобымыз, мынау жаңа сырымыз. Картопқа да сеуіп жеуге болатын еді, негізі керек емес пе? Болды енді. Неке біздің нандарымыз дайын болды. Бесіна деп нандарымызды кесеміз. Сыр ішінде. Төртке бөлек. Қазір тұштап алайын, сақырлап тұр өйткені. Бір ыңғайлы не болмай тұр. Бір осечкамыз сындырып алайын. Осылай. Тағы да қазір бір бөлікке бөліп, бір-бірдеп бөлікке бөліп жүрейін. Енді бұл сырларымыздың, құрметті көрермендер, созылу ішіндегі сырға байланысты. Біз енді қолда қандай сыр бар, содан жасадық. Может, созылу үшін, может, андай бір басқа бір сырлар сугуне саласыздар ма енді? Менікі енді жай простой сыр болғандықтан осылай болып тұр негізі. Может, созылу керек еді, андай жарайды, енді ештеңе етпейді. Бәрі сыр бар ғой ішіне. Не осындай керемет нандарымыз дайын болды. Ал бүгін дегустацияны өзім жасаймын. Енді мыналар дайын болғанша кішкене салқындап қалды. Сырымыз мен көрсетіп жүрші балым, жақындатып не. Мына енді дәмі күшті сияқтап тұр ғой. Қамыр өте кереметіне қараңыздар. Балаларға әдемі негізі. Пицца сияқты. Өте дәмді. Давайте бүйтейік біз енді. Біреуіне жасап болдық, бұл маған ұнады. Енді біз қазір еттен екеу болды ғой бізде қазір. Соны сіздерге бөліп көрсетейін. Бәрін бөлмегенмен де осылай. Нақты жүріппін ғой. Беттеріне құрметті көрермендер, мен кішкене сармай жағып жүрдім. Мәссаған, нағара. Нағараңыздар, өліп-өлдеп тұр. Мәссаған, нағараңыздар. Өте керемет. Так, енді картоптан да. Енді картоптан көрейік. Ол да жаман болған жоқ. Шик оқ қалатын ештеңе де жоқ. Біз осылай қатты қызартқан жоқпыз енді. Одан да картоптан да көрейік. Бетіндегі сармайымызбен, ішіне де сармай қосып. Бесінде. Апсайсымен жүріп. Ыстық болып тұр. Шетіне ғана кесе салайыншы. Неке құрметті көрермендер, картоптікі. Пирожки сияқты ғой есебі енді. Бұл да күшті. Ыстық екен. Сармайдың дәмі шығып тұр. Ештеңені де жерге тастауға болмайды, құрметті көрермендер. Жаңағы етімізден қандай керемет неке бәліш, үлкен бәліш қой енді. Біз немізден, сырымыздан да қандай күшті керемет нан шықты. Картопымыздан шықты мінеке. Осылай бір ғана ашытылған қамырдан бірнеше біз нан жасап тұрмыз. Болады, майға да пісіруге болады кішкентай қылып. Табамызға да құрғақ табаға аударып пісіріп алуға да болады жұқартып. Дәл осылай менің рецептіммен жасап көріңіздер. Маған подпис жасаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.